ана кісі диссертация қорғау үшін сол Шәкәрім мен Лев Толстойдың Шәкәрімнің өзінің өлеңі ғана емес, басқа да документальный подтверждающий документтер бар ма? Абайға соны іздеп келіп, соны мен айттым, ондай жоқ дедім. Неге дейді? Өйткені Абайдың 69 ұрпағын түгелін атып тастаған, архивтің бәрін өртеп жіберген, қарасартықтар алып кеткен. Енді ол бір жатса КМБ-да ғана болады, басқа жерде болмайды. И то оны бермейді, ол совершенно секретный деп. Ал енді бұны іздесеңіз, Ясный Полянада жаңағы Лев Толстойдың Россиядағы Ясный Полянасына барып іздеп көруге болады. Мүмкін сонда жатқан шығар дедім. Өйткені мен бір естіген әңгімемде бұның көп қағаздарын Сәбит Мұқанов алғанда содан жоғалтып жіберген деп. Сәбит Мұқанов. Сәбит Мұқанов пен Шәкәрімді қаталысқан, көп нәрселер сонда кеткен. Енді ол белгісіз, енді Құдай өзге енді ол қайда екен. Содан кейін жарайды деді, ана кісі айтты, мен видеокамерам бар. Сол Шәкәрімнің қалай қайтыс болғанын білетін үлкен кісілер бар ма екен деп, соны іздейікші деп. Содан кейін көп Абай ауданы, Абай облысы қазіргі. Ол кезде Шығыс Қазақстан облысы ғой. Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданы Көкбай ауылында біздің ауылда жылқышы болған Сайлаубек деген ағамыз болған, біз араласқанбыз Шұбартауда жүргенде. Сол кісінің үлкен шешесі бар екен. 98-ге еқпаған ба, 99-ға еқпаған ба, үлкен апайын өтірік айтпасам. 2002 жылы. Сол кісінің көзі тұр екен, сол кісіге бардық, видеокамерамызды алып, жаңағы Ержан бар, Бейсен Сиязұлы, мен бар, Кошкин Ержан Сайлау, ана жігіт бар. Соны сұрадық, Шәкәрімді сіз осы, мен көрдім деді, мен 13 жастағы қызбын деді. Енді 13-те қыз есін біледі, ол барғанда жақсы. Содан Шәкәрімді атып тастағаннан кейін ана кісі айтады, қарасартықтар алып келді дейді ауылға. Содан кейін ауылға алып келгені жерлеңдер деп айтты дейді. Ана кісінің айтуы бойынша, мен өтірік айтпаймын. Содан кейін елдің бәрі Шәкәрімді Құдайбердіұлын жерлеуге қорықты дейді. Өйткені халық жауын жерлесең, сен де халық жауы деуге мүмкін. Сондай понятие ол кезде дейді. Бәрі қорқады, халықтың бәрін атып тастаған, қырып тастаған. Қарасартық бар, жаңағы қасында татар, жаңағы жігіт бар, бірнеше милицияның қызметкері, ОГПУ-дың адамдары бар. Содан Шәкәрім ата бой ұзын, сақал ұзын екен дейді, алды да жаңағы тошалаға жатқызды дейді. Кілет қой енді қазақша айтқанда, тошалада жатты дейді. Содан кейін таңертең тұрды да дейді, бір орыс жігіті барды да дейді, ана атаның саптама етігі жақсы екен деп, ана труп қой енді қайтыс болғанбыз. Сол труптағы өліп атқан адамдағы арсыздығы ғой, атаның етігін шешіп алды да киіп алды дейді. Мынау жақсы екен деп дейді. Содан жерле деп еді, ешкім дауалады, қорықты дейді жерлеуге. Содан кейін атқа өңгөрді дейді. Атқа өңгөрген кезде труп өлгеннен кейін ұзарып кетеді екен дейді. Аяқ қол салбырап, сонымен алып кетті дейді. Содан алып кетті дейді. Содан кейін Бекен Исабаевтың ұлылар мекенінде жазады. Бір жас балаға үлкен ақсақалдар айтады, сен қараш, Шәкәрімді қайда апарып жерлейді екен дейді. Енді бір версиясында біреулер былай айтады, төбеге шығып, тоқал үйдің шатыры жоқ қой. Мына мұржаның несінде қаптарында тығылып тұрып бала қарап тұрды дейді. Екінші бір версиясында айтады, бала бұзау баққан боп, мал айдаған боп, аналардың артынан жүреді. Сол кезде 11 құдық бар екен сол жақта. 11 құдықтың бір құдығын әкеп Шәкәрім атаның денесін тастап кетеді ғой. Уже еш шыға бастаған ғой. Бір жарым күннен кейін атылған, притом екі жерден атқан ғой ана қарасартықтар. Содан тастап кетіп қалады. Содан кейін анау келіп ақсақалдарға айтады, осындай жерге тастап кетті Шәкәрім деп. Содан Шәкәрімнің түнгі 12:30-1-де барып жаназасын шығарады үлкен кісілер, қорқады. Мына көкеміз сияқты үлкен адамдар барады. Өйткені Шәкәрім діни адам, оқыған адам, қари адам, көз ашық адам. Содан Шәкәрім атаның басына барып, мынау енді құрғыдық болса, ішінде Шәкәрім жатыр, оның денесін ешкім шығара алмайды, жуа алмайды, қорқады. Содан кейін бүйтіп ақтық тастайды ғой.